Алматының қарында историяға енді бірінші рет шығып тұрмын. Осы қарға бола мусор тастауға ерінбей шықтым. Дауыстар жалпы АСМР болсын, кез келген заттардан, распаковка болсын, тағамдарды ашқан кезде или болмаса осындай дауыстардан мен сияқты ләззат алатын адамдар бар ма, ұнайтын? Қараңыздаршы. Ал біз дайынбыз. Түнгі ойбай түнгі күн 12-ге мүштеген. Солай. Мына жақта әсел жүр. Бәріміз макияжсыз бүгін. Раха деген күштіген. Достар, қалайсыздар? Блин, сегодня по негізі той. Хотела все-таки с макияжем и прической выйти, но потом барлығынан қаламыз, сондықтан да өзіміздің табиғи сұлулығымызбен шығатын болдым. И уже эфир аяқталуына жақындаған кезде сол кезде уже тойға дайындала бастаймын. Ал достар, біз эфирға дайынбыз. Күшті, енді ғана келіп, ешбір бояусыз, шашым даже, если честно, не утюжила. Сондықтан да бүгін тікелей эфирда 14:30-да қыздардың барлығын көресіздер, табиғи сұлулықтарын. Таң барлықтарыңызға, қалайсыздар жандарым сол. Менде бәрі жақсы, шүкір Аллаға, аман есен. Кеше айтқанымдай бүгін позитивті болып крем деген болатын алдарыңызға. Уәдеде тұрдым. Менде бәрі жақсы, шүкір. Бүгін біз эфирға бояусыз шығатын болғандықтан кішкене кеш барамыз студияға. Және де мен енді тональный кремін жақып қойдым. Ол сізбен шыға алмаймын эфирға. Өйткені недавно бетіме хиджама жасатқан болатын, оның үстіне менде бетімде постакненің орындары бар, сол себепті де мен не хочу бояусыз шығуға. Енді мен ойлаймын, басты нәрсе ол көз деген сияқты ғой, ерін, ол нәрселерді боямайтын боламын. Және үйде қазір таңғы шайымызды ішіп шығайын деп жатырмыз. Күшті екен, кеш барған эфирға. Маникюрға келдім, және де қандай түс таңдайтынымды примерно білемін. Осылайда опрос қалдырған болатынмын. Қазір маған кішілеп жасап беретін болады. Қыздар, маникюрім жасатып біттім. Еще педикюр жасатып алдым. Қараңыздар, қандай аккуратный жұмыс, өте тиянақты жасалған. Назгүлде маникюр 4000 теңге тұрады. Қазір осы жерге жұмыс парақшасын қалдырамын, кіріп көріңіздер. Және де еще педикюр жасайды. Ал қайырлы күн, қалайсыздар достар, амансыздар ма? Бүгін бізге Меруерт келді, кетпейтін. Мен оралдым. Мен де оралдым. Ой, Диана да ехал, бірақ Дианасы кеше ғана. Айнан алдында сторис түсірмегелі қай заман. Как обычно, бүгінгі образымды көрсеткім келіп тұр сіздерге. Юбочка, дантель, Алматы. Қараңыздар, қандай әдемі юбка. Жақында көрсетейін сіздерге. Қайырлы кеш, барлықтарыңызға достар, қалайсыздар? Маған қазір жаппай бір жігіттің стористары келіп жатыр. Былай айтайын, маған да ондай ұсыныс түскен болатын. Бүгінгі эфирді көрген оқырмандарым болса түсінеді. Ондай ұсыныс маған да түскен болатын. Ол жігіттің тарапынан, бірақ кейіміз ол жігітпен жұмыс істеген жоқпыз. Сол себепті жұмыс істейміз деп келістік, бірақ мен ол кезде оның қандай жарнама, қандай бұл ойындардың енді пайда болып келе жатқан кез болатын. Сол себепті бізде келісім болған, бірақ біз онымен ары қарай жұмыс істеген жоқпыз. Және қазіргі оның істеп жатқан іс-әрекетіне бір защитный реакция деп ойлаймын. И плюс мүмкін бәлкім өзімнің парақшама соның стористарын алады деген сияқты бір ойлар болып жатқан шығар. Бірақ мен ол нәрсені тек қана мимо ушей жіберетін боламын. Да білсін, давайте осылай. Қазағын Бір байысын деп ше, барлығын көріңіздер, әсіресе декреттегі аналар үйде отырған, бос қалып қалмаңыздар, үйде отырып қалады көбісі. Бұндай нәрселерге көбісі сене бермейді да, бірақ шынымен де еңбек етсеңіздер, осылай нәтижесін көріп сіздер де жүресіздер. Бай, декреттегі аналар болып. Сол аккаунт сілтеме барлығын қалдырам, тез өтіп, тегін сұрақтарыңыздың барлығын қойып ақпараттарды алып алыңыздар. Мына жақта Пиндодадан біздің заказымыз келіп шашылып жатырмыз. Барлығын өте керемет, качестволарын айта алмаймын. И бұның барлығы кімге десеңіздер, сіздер үшін әрине не бар деп ойлайсыздар, қандай заттар қажет, жалпы сіздерге бөлісе кетіңіздер. Түсінбей жатқан жандарға тағы да бір айта кетейінші. Осы жайлы негізі конкурсымыз аяқталды. Осы жаңа жылда өзінің иесін анықтаған болатынбыз өздеріңіздің алдарыңызда тікелей эфирде.
адамдар саны көп болуына байланысты жалпы жинай алмағаннан кейін митинг болып кетуі мүмкін деп строго қатал болды ғой. Сонымен тікелей эфирде өткізген болатынбыз. Өздеріңізбен бірге жеңімпазды анықтадық. Көкшетаулық Юлдыз деген ару. Сонымен енді бұйыртса ол кісі келемде де билетін алып қойған болатынбыз. Алла қаласа енді келіп кілтін табыстағаннан кейін тағы да отчетты тапсыратын боламыз. И көбісі актуалкада жоқ деп жатыр. Актуалкада тікелей эфир сақталған. Байқау отчеттары деген жерге кірсеңіздер, ең соңғы жағын көрсеңіздер